Сарыарқа жастары волонтерлар штабында Қарағанды облысының әкімі Жеңіс Махмудұлы Қасымбектің еріктілерімен кездесуі өтті. Іс-шарада облыс аумағында жүзеге асырылатын негізгі жобалар мен атқарылатын жұмыстар талқыланды. Кездесудің негізгі мақсаты пікір алмасу, волонтерлік қызметтегі туындайтын мәселелерді шешу жолдарын анықтау, облысымыздағы ерікті жастар ұйымдарының жұмысын қоғамға әлеуметтік тұрғыдан маңызды салаларға жұмылдыру, сонымен қатар мемлекеттік мекемелер және волонтерлік ұйымдар арасындағы сабақтастықты нығайту. Іс-шарада жастар қозғалысының және үкіметтік емес ұйымдардың көшбасшылары, Қарағанды облысының белсенді жастары, күміс волонтерлер қатысты. Әкіммен кездесу өте еркін форматта өтті. Барлық Қарағанды қаласындағы ауыл аймақтардағы еріктілер өздерінің жұмыстарын таныстырып жатты, ұсыныстарын, өтініштерін айтып жатты және соған әкімнен қанағаттандырарлықтай жауап алды.